Қасқыр мен қозы. Бір күні қасқыр судың жоғарғы жағында, қозы төменгі жағында тұрып су ішеді. Қасқыр қозыны жеу үшін айла іздей бастайды. Қасқыр қозыға айғайлап: "Мен ішетін суды неге бұлғайсың?" дейді. Қозы: "Қасеке, мен сен ішетін суды қалай бұлғаймын? Өзің қарашы. Сен судың жоғарғы жағындасың, мен төменгі жағындамын. Мен ішкен су саған бармайды ғой", дейді. Қасқыр тағы да айғайлап: "Сен өткен жылы менің әкемді қорлағансың", дейді. Сонда қозы: "Қасеке, мен қалайша сенің әкеңді қорлаймын? Өткен жылы мен тумағанда едім ғой", дейді. Қасқыр ашуланып: "Әдепсіз! Неге қарсы сөйлейсің? Міне сен сол үшін жазықтысың", деп қозыны бас салып жеп қояды. Күштінің әлсізге әлімжеттік жасауы содан басталған көрінеді.